Ассалаумағалейкум оқырмандар. Тауық еті мен картошкадан осындай керемет кешкі ас жасаған болатын. Дәмі күшті болып шықты. Жасап көріңіздер. Қазақша контенттің өніп өсуіне өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, менің видеома лайк басып, комментария жазып, видеомды толық қарауды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: тауық еті, картошка, саңырауқұлақ, жуа, чеснок қажет. Барлық заттардың бәрін төрт-бұрыш етіп кесіп алатын боламыз. Табамызды қыздырып, осындай топленый масло салатын боламын. Немесе сұйық майды да салып пісіре берсе болады. Ең алдымен картошкамызды салып, жақсылап қызартып, қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және паприка қосып, жақсылап араластырамыз да 3-4 минуттай кішкене қуырып алатын боламыз. Тағы да сол табамызға тауық етін қуыратын боламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Тауық етін жақсылап қуырып алғаннан кейін саңырауқұлақтарымызды саламыз. Одан кейін жуамызды салып, жақсылап араластырып, оны да жақсылап қуыратын боламыз. Одан кейін ұсақтап туралған чесногымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, паприкамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін бір қасық томат, бір қасық қаймақ салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, кішкене ғана ұн салып, оны да жақсылап араластырамыз. 2-3 минуттай табада ұстаймыз, содан кейін өшіретін боламыз. Пергамент қағазын осылай қолымызбен мұжып, содан кейін ыдысымызға саламыз. Одан соң тауық етін жаңағы қуырылған соны бірінші слой етіп салып аламыз. Одан кейін қуырылған картошкамызды саламыз. Одан кейін үккіште өткізілген сиырымызды салып, духовкада 200 градуста 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Біздің тағамыз дайын болды, өте керемет болып шықты. Маған өте қатты ұнады. Жасап көріңіздер, сіздердің отбасыларыңызға өздеріңізге де ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің өніп өсуіне өз үлестеріңізді қосуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Алдағы уақытта көптеген видеолар шығатын болады. Ассалаумағалейкум.